Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Сабақтың мақсаты мәтін түрлерін анықтаймын. Қателерді табуды және түзеп жазуды үйренемін. 19-шы жаттауға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп түсінік оқы. Ауан бояу іріктеп алды. Асықпай Марат суретті салды. Үстелге жайып қағазды аппақ, сарымен сұлу жасады бақпақ. Қызылдан кірпіш қағазға толды, зәулім үй келіп аулаға қонды. Шатырын әсем бояды көкпен, жасылмен дуал жасады еппен. Өз орнын тапты әртүрлі бояу, бәрінен шебер Мараттың ояу. Төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Бұл сөздерді бірінің орнына бірін алмастырып қолдануға бола ма? Сұрақтарға жауап жаз. Бұл жерде қарамен жазылған екі сөз бар, алуан және әртүрлі. Бұл сөздердің мағынасы, яғни бір-біріне ұқсамайтын, бөлек деген мағынаны береді. Бұл сөздердің орындарын алмастырып қолдануға болады. Себебі екеуі де бір мағыналы сөз. Марат бояумен не істеді? Марат бояумен сурет салды. Ол қандай сурет салды? Зәулім үйдің суретін салды. Неліктен әртүрлі бояу өз орнын тапты? Себебі суретті әртүрлі бояумен бояды. Осы сұрақтар мен жауаптар бойынша өлеңді мәтін түрлеріне қарай ажырат. Өлеңде мәтіннің әңгімелеу, сипаттау және пайымдау түрлері бар. Өлеңдегі сипаттау мәтіні бойынша сурет салып көр. Салған суретің қандай үй? Сұрағына жауап беретіндей болсын. Ары қарай 20-шы жаттауға көшейік. Суреттерге қара. Оқушылар бұл заттарды дұрыс салыстыра алды ма? Олардың қателерін тауып, өз жауабыңды ұсын. Бірінші, алма қызыл, ал қарбыз үлкен. Яғни бұл жерде қате салыстырып тұр, олай болмайды. Дұрысы, алма қызыл, қарбыз жасыл, болмаса алма шағын, қарбыз үлкен болу керек. Шарлардың түрі мен түстері әртүрлі, шиелердің түрі мен түсі бірдей. Бұл дұрыс. Бір қасық үлкен, екіншісі темір дейді. Бұл олай болмайды, бір қасық үлкен, екіншісі кішкентай, немесе бір қасық темір, екінші қасық ағаш деген сияқты салыстырудың түрі қолдануға болады. Сипаттауда заттың бірнеше белгісі, түсі мен түрі, көлемі көрсетіледі. Ал салыстыра сипаттауда заттардың ұқсастығы мен ерекшелігі олардың нақты белгілері бойынша айтылады. Мысалы, алма қызыл, қияр жасыл. Шығармашылық үзіліске назар аударайық. 21-ші жаттығу. Сипаттау үшін өзіңе ұнайтын суретті таңда. Мына жерде 4 сурет берілген, Осы суреттердің ішінен біреуін таңдап, сипаттасаңыздар болады. Осы затты сипаттауға тырыс, ол үшін сипаттау мәтінін бұл деп баста. Әрі қарай ол заттың негізгі белгілерін, түр түсін, көлемін, қасиетін сипатта. Сол зат туралы өз ойыңды айт. Мен мына жерде кітап таңдадым. Бұл кітап, оның түсі күлгін, бетінде ақпен кітаптың атауы жазылған. Көлемі шағын, кітаптың адамзатқа берер пайдасы мол, адамның ой өрісін, ойлауын, сөздік қорын дамытады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша қош сау болыңыздар. Және де міндетті түрде арнама жазылып, лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер.